Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Google Chrome'нан Google Classroom'ға кірудің жолын көрсететін боламын. Ол үшін сіздерде Google аккаунттарыңыз болу керек. Ол туралы видео менің осы каналымда көрсетілген болатын. Ссылкасын мен сіздерде жоғарыда қалдыратын боламын. Ал енді жаңағы Google Classroom'ға кіру үшін, жаңағы соткадан Google Classroom'ға кіру үшін бізге ең алдыменен соткамыздағы браузер керек болады. Ол менде жаңағы Google Chrome емес, мына жерде интернет деген браузерім бар. Осы жерге, мына поисковой жеріне, то есть адрес жазылатын жерге сіздер Google Chrome'ды басасыздар. Басқаннан кейін сіздерге осы Chrome'ның беті ашылады. Мінеке осы ашылғаннан кейін сіздерде мінеке тура компьютердағындай жаңағы аккаунттарыңыздың, мынау менің аккаунтым мінеке, Назым Ауелбаева деген. Енді тура осы аккаунттың қасында сіздерде жаңағындай мынандай 9 нүкте болады. Осы 9 нүктені басу арқылы сіздерде осындай жаңағы нелері ашылады, беттері ашылады. Осы 9 нүктені басқаннан кейін ішін егер көретін болсаңыздар, мінеке мынандай жасыл тақтаның ішінде адамның суретімен және класс деген жазылып тұрады. Осы жерге кіретін боламыз. Google Class. Осы жерге басып кіргеннен кейін сіздер жаңағы өздеріңіздің жеке Classroom кабинеттеріңізге кіретін боласыздар. Берілген сілтеме бойынша егер де сіздерде жаңағындай сабақтарыңыз болса, курстарыңыз болса, мінеке менде мысалы жаңашыл ұстаз курсы, осы жерде автоматты түрде өзі тұратын болады. Осы жерге басу арқылы сіздер сол курстың ішіне кіретін боласыздар. Бұл жерге кіргеннен кейін лента задания пользователей деген 3 вкладка болады. Лента деген жерде сіздердің жаңағы жазған сообщенияларыңыз, жаңағы менің жасаған действияларым барлығы жазылып тұрады. Ал задания деген жерде, қазақша тапсырмалар деген жерде, ол менің осы жерге сіздерге жүктеген сабақтарымның тізімі және видео сабақтарым тұрады. Пользователи деген жер, ол сіздердің кім қанша қатысып отыр дегенді көрсететін ақпарат сол жерде тұрады. Енді жақсы, егерде тағы да түсініксіз басқа да сұрақтарыңыз болып жатса, маған комментарияға жаза кетерсіздер. Түсінікті деген ойдамын. Жақсы, сау болыңыздар.